Ассалаумағалейкум. Біздерде кезекті жөндеуге мынандай МАЗ автокөлігінің генераторы. Генераторда енді ашқан қалдына релесін түсіріп алған. Бұлай енді состояние сондай қатты жаман емес сияқты. Бірақ неден болып тұрғаны белгісіз, осы тоқ бермейді, жасамайды екен. Сондай қатты значительный шум шығып тұрған жоқ. Егер подшипниктерін қарап майлап жіберсе де болады сияқты бұның. Толығымен ашып olsun, ақауын анықтайтын боламын қазір. Генераторды толығымен ашып алдым барлық жерін. Аның енді тлауына деген май өтіп кеткен, аның сәл ма әлде майма бір нәрсе өтіп кетіп, мынаның диодный мосттарының араларынан өтіп кеткен мына жерлеріне. Обмоткамен мына жерде бар контактілер. Сол мана прозвонка жасаған кезде кішкене дұрыс көрсетпей тұрады. Полный ашып алып, қайтадан прозвонка жасаған кезде қазір шығып тұр бәрі. Мынаның бәрін майын құрғату керек болып тұр ғой. Май диодный мостты құлдыртып жіберді ме әлде? Или бензинмен жуу керек бұны құрғатып. Шunu тазалау керек болып тұр, генератор кішкене лас деген екен. Сәл ма майма бір нәрсе қатты өтіп кеткен мынаның арасына деген. Полный өтіп кеткен мына жердің бәріне. Сол генераторды құлдыртып жіберген походу. Енді релесі керек бұның. Релесін салып тазалап, қайтадан жинап қою керек. Біздерде тазалау процесі басталып кетті. Електің бәрін сыртындағы ана майының бәрін алып тастау керек қой. Пока осылай темір шөткімен аламыз, қалған кәдімгі простой шөткімен аламыз, сосын қалған сүртем. Иншалла тряпка мынаның майының бәрін кетіріп тастау керек. Алдыңғы корпусты тазалап болғаннан кейін артқы корпусқа кірістім. Ода мына өздеріңіз көріп тұрғандай өте лас май және шаң мен топырақ иленіп тұр арасында. Бәрін тазалап қойдым. Тазалаудың үш стадиясы керек болған. Темір шөткімен основной алып тастау керек. Простой шөткімен одан қалғанын алып тастау керек, сосын одан кейінгісін бәрін майдың бәрін андай тряпкамен сүрту керек. Тазалайын полный, қайтадан жинаймын иншаллах. Ассалаумағалейкум. Мынау кеше жинап атқан МАЗ автокөлігінің генераторы. Еске салар болсақ, мынаның бәріне май өтіп кеткен болды полный. Ішіне де, сыртына да мынаның бәріне, диодный мостқа, корпусқа бәріне майның бәрін сүртіп алып тастадым, полный құрғатып. Бұның енді подшипниктері жақсы екен. Подшипниктеріне ішіне мынандай многоцелевой водостойкий смазка алып келді. Ішіне жағып қойдым, алдыңғы подшипнигінде, артқы подшипнигінде. Бұның сосын релесі болған жоқ қой. Бұл басқа реле мынау. Асынып қалған. Просто образец ретінде беріп жібердім. Релесі келу керек, релесі келсе генераторды жинап стендке қосатын боламын. Релесі келгенше мен жаңа жинап қоямын қазірге. Ассалаумағалейкум. Мынау алдынан бері жинап атқан МАЗ автокөлігінің генераторы. Естеріңе салатын болсақ, мынандай реле регуляторының басынан мынандай шөткілері сынып қалған болды. Мынау карандаштар. Енді бұндай реле табылмаған сияқты. Алдында бір российский шамалын алып келеді. Мынау оригинал мынау. Мына жерде корпусы темір болады. Блок питанияға салып тексереді, но жасап тұр 24 вольт блок питаниямен. Енді сондай табылмай жатса, мынандай карандаш салып, ішінде ескі карандаштарын алып тастап, восстановить етуге болады бұны. Бұның енді восстановить еткенде мына жақ шөткісі нормально пайкіленеді де, мына ішкі шөткісі тона тұрған. Оған мына кабель мешай етеді. Кішкене пайкілеу сәл қиындау бұны. Бірақ сонда да қазір осыны восстановить етіп көретін боламын. Реле регуляторды пайкілеп қойдым. Сәтті пайкіленді бұны. Өте шөткілері өте әдемі шықты мына жерде мына. Ана үстіңгі мана қиын деп тұрған жер жақсы пайкіленді, мына жағы пайкіленді. Мынаны енді салып генератор стендке қосатын боламын. Генераторды толығымен жинап стендке қосып қойдым. Фазына келіп қойдым, 2 аккумуляторды қосып қойдым. Мынау щитоктағы аккумуляторный светі мынау жанып тұрған. Жаңағы восстановление релесін салып қойдым. Қазір тексеріп көреміз.
Генератор стабильный 28-де 3 вольт зарядка беріп тұр. Аккумулятордың светі сөніп, генератор қосылған кезде жасап тұр. Генератор тып-тыныш жұмыс жасап тұр.